Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен ана тілі оқулығындағы екінші сабақты жалғастырамыз. Сөйлеу не үшін қажет екенін алдыңғы тақырыпта айтып өттік. Сөйлеу бізге сөздерді тану үшін, сөйлеу үшін, айту үшін, түсінісу үшін, оқу үшін, жазу үшін керек екен. Ал енді балалар, олай болса, бірінші жаттығуымызды бастайық. Өлеңді оқы. Өлеңді тұтас мәнерлеп оқимыз. Ана тілі. Ақыл ойын дананың, ана тілден аламын. Ана тілім ардақты, ақ сүтіндей анамның. Өсірген ой білімді, сүйем туған тілімді, мақсат етем әр сөздің мәнін терең білуді. Өлеңіміздің авторы Әдібай Табылды. Балалар, сандықшадағы сөзге назар салайықшы, қарамен жазылған. Дана сөзі. Дана сөз қандай мағынаны білдіреді? Дұрыс айтамыз, ақылды, данышпан деген мағынаны білдіреді екен. Өлеңде не туралы айтқан? Өлеңде ана тілі туралы айтылған. Өзіміздің тілімізді сүйетінімізді, ол арқылы біз ойымызды, білімімізді жетіліп, әр сөздің мәнін терең түсінеді екенбіз. Ана тілім ардақты дегенді қалай түсінеміз балалар? Біздің ана тіліміз өзіміздің қадірлі, құрметті, қасиетті, ардақты тіліміз екен. Олай болса, екінші жаттығуға назар аударайық. Балалардың қолындағы әріптерден қандай сөз құрауға болатынын айт дейді. Кәне балалар, ойланайықшы. Мұнда тұрған сөздерден қандай сөз шығады екен? Өте дұрыс айтасыңдар. Ана тілі деген сөз шығады екен. Өз ана тілің туралы әңгімеле. Біздің ана тіліміз қандай тіл? Қазақ тілі. Дұрыс айтасыңдар. Қадірлі, құрметті, ардақты тіліміз біздің қазақ тіліміз. Олай болса, үшінші жаттығуды қараймыз. Мақалды көшіріп жаз. Тілге құрмет, елге құрмет. Тілімізді қалай құрметтесек, елімізді солай құрметтегеніміз екен. Ал енді төртінші жаттығуға назар аударайық. Суреттерді ретімен қойып, әңгімеле дейді. Бұл балаға ат қояйық. Айдос кітапханаға келді. Кітаптарды қарап, кітабын алды. Енді балалар, бұл жерге біз қалай орналастырамыз баланың бірінші не істегенін, екінші, үшінші? Бірінші Айдос кітапханаға келіп, есігін қағып кіреді екен. Екінші, өзіне керек кітабын таңдап алады екен. Үшінші алған кітабын ұстазына апарып, белгілетіп, қанша күнде әкелетінін кітапханашы ұстазы түсіндіріп береді екен. Ал ендеше балалар, бүгінгі тақырыпты аша білдік деп ойлаймын. Олай болса, келесі кезекті дәптермен жұмысқа береміз. Сөйлеу не үшін қажет деген екінші сабақты ашамыз. Әріпін көркем жазамыз. Келесі кітапта берілген үшінші жаттығуды қарап, тілге құрмет, елге құрмет деп, қатесіз азат жолдан бас әріппен көшіреміз. Енді келесі сөздерді жаз. Біз кеше айтып кеттік, балалар, сөйлеу адамға ғана тән екен. Ал қарға не істейді екен? Қарға қаңқылдайды деп жазамыз. Ал бұзау не істейді екен? Бұзау мөңірейді деп жазамыз. Осы жерде тағы да нақтылап кетіп тұр. Сөйлеудің адамға ғана тән екенін, ал қарғаның, жануардың өзіндік тілі бар екенін айтып кетті. Тыңдағандарыңызға рахмет. Назар салып, олай болса, келесі сабақта кездескенше сау саламат болыңыздар. Менің каналым ұнап жатса, комментарий қалдырып тіркелуді ұмытпаңыздар.